Ролан Хазірет күйеу ретінде ред флаг па әлде грин флаг па? Мен пендемін. Менде екі жағы да бар. Не бала жоқ, не мына жасап атқан шаруаларым дұрыс өніп атқан жоқ. Жаңалықты естіген кезде қанат пайда болды. 12 жыл уақыт бала күттіңіздер, бала болмаса кейбір отбасылар ажырасып жатады, иә? Бұл ойларға ешқашан келмегем, негізі ажырасу басқа деген сияқты. Себебі менің үмітім ешқашан өшкен жоқ. Ал тоқал туралы ше? Тоқал туралы ой, балаң болса да болмаса да болады. Әрбір еркектің санасында бар дүние ол. Тоқал мәселесіне мен қадам басайын деп отқан жоқпын, оны ойлап та жүрген жоқпын. Себебі менің оған рухани деңгейім де, шамам да басқам да жете бермейді. 2017 жылдары шамамен Меломен тобынан Жігер Ауыпбаев кетті. Көп себептер бар біздің топтың бұзылуына. Біз сыртымыздан былай білінбесек те ішімізден біз сәл звездовать еткен кездеріміз болды. Төртеу түгел болса төбедегі келеді деген сияқты бір төртеуміз бірігіп те қалуымыз мүмкін. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына міндетті түрде жазылыңыздар. Және дәл осы студияда әріптесімде отыр Наргиз Ибрагим. Баршаңызға сәлем, достар, қалайсыздар? Кездесудің бүгінгі қонағын таныстырып өтейік. Меломен тобының әншісі керемет жан Ролан Хазіретов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Қалай жеттіңіз? Кездесу бағдарламасын шақырған кезде қуана жүгіріп келдік. Рахмет. Әсіресе Жандәурен мен Наргиз. Кептеліс деген енді оны айтпай қояқшы. Көңіл түспеде ма? Алматыда қазір 24-7 ғой кептеліс. Қарамайтын болды қазір. Ендеше көңіл күйімізді сүрмейік, көңіл күйімізді керісінше көтерейік. Бірден қуанышты басты жаңалығыңыздан бастайық. Сәбилі болдыңыздар. Бауы берік болсын, үлкен азамат болып өссін. Рахмет. Атын кім деп қойдыңыздар? Атын Әлиев деп қойдым. Енді Әлиева деп те айтуға болады. Әлиева деп енді қыз болғаннан кейін айтуға болады. Негізі бірақ түпнұсқасы сол Әлиев деп айтылады. Турецкий сериалдарда әсіресе түріктер көп қояды екен бұл атты. Элиф деп келеді. Негізгі бізде енді әліпби деген бар ғой. Әліпби деген осы сөз басы әліп деп келеді. Осы мағынада келеді. Одан кейін бұл жалпы енді Құраннан алынған есім. Ол бүйтіп таяқша болып жазылады негізінде. Құранда Алланы бірлеу деген сөз, рухани тазалықтың белгісі, Құдайға жақындықтың белгісі деген сияқты осылай келеді. Кезінде мен енді өзім былай кішкене Құранға қатысып жүрген кезім болған. Сол кездерде осы атау менің ойымда қатты қалды да, бір қызым болса осылай атайын деп. Осыдан бір 15 жыл бұрын сөйтіп жүретін. Сол есімді қойдым ғой. Сөз басы ғой. Сөз басы әліп деп басталады. Абай атамыздың да бір шығармаларында бар. Сол сияқты осы өмірімнің бір жаңа кезеңі басталсыншы. Жаңа бір ерекше, сондай бір нұрға толы, жақсылыққа толы, бір берекеге толы, жетістіктерге толы, алға қойған армандарыма толы бір керемет бір өмірім осылай басталсыншы дегенде бір ниетпен қойдым шыны керек. Тағы бір кезеңім жалғассын деп өмірімнің. Расымен де себебі мен қызды бол, жаңағыдай келіншегім көтерді деген кезде дәл сол сәтте мен бір еңсем құлап жерге түсіп, өзім бір жан-жақтан жаңағыдай осы өмірдің қиын сәттері көбейіп кетті басымда. Сол кезде өзі жаңағыдай еңсем түсіп, қатты бір қиналып тұрғам. Жаңағы жаңалықты естіген кезде қанат пайда болды. Қайтадан бір өмірге деген құлшыныс, өмірге деген махаббат, қайтадан бір ләззат, энергия, бір стимул, стержень пайда болды бойымда. Машинама отырдым да таудың төбесіне бірақ шығып кеттім. Өзім не жақта тұрам? Қырғауыл жақта. Сол таудың төбесіне шығып, бір арқамды кеңге жайып, қайтадан бір үмітім жалғанғандай болды ше. Бір үмітім сол сәтте үзілді. Бұл қызым қалай дүниеге келді деп айтатын болсаңыздар, енді біреулер айтуы мүмкін, енді біреулер 15 жылдан кейін жетіп жатыр. Біреу тіпті мен бір кісіні білемін, 25 жылда бір қызды болған. 25 жыл не деген махаббат, не деген шыдам, не деген төзімділік. Оның қасында біздікі енді 12 жыл, оған да тәуба шүкір. Жаңа айтып тұрмын, басында бір проблемалар көбейді. Сол сәтте отырдым да енді бәріміз бір Құдайға сыйынамыз ғой. Бір Аллаға сыйынамыз. Кейде жан дүниеңді тіпті ата-анаң түсінбейді. Ата-ана болғанымен ол барын береді, бар мейірімін төккенмен де, бірақ адам өз сәтін, қиын сәттерін өзі ғана түсінеді да, және оны бір Алла ғана түсінеді. Сөйттім, Алла Тағала айттым, Алла Тағала, не болып кетті дедім, не болып кетті, давай осы жерден тоқтайық. Тура осылай айттым, осы жерден тоқтайық, не бала жоқ, не мына жасап атқан шаруаларым дұрыс өніп атқан жоқ. Бір үстісінен бір сондай көбейіп кеткен сәттер, бәрін айта бермей қойын. Сөйттім да жаңағыдай бірдеңем дұрыс жасамай атқан шығармын, может, кішкене тәуба қылайын деп, жаңағыдай Құдайдан кешірім сұрап, истихфар деп айтылады жаңағыдай. Құдайдан кешірім сұрап жолдарын жасап, сөйттім да. Айттым, Алла Тағала осы жерден тоқтайық дедім. Ары қарай шыдай алмадым. Ары қарай менде уже желание жоқ дедім. Мен болды, осы жерден тоқтадым дедім, пас дедім ғой былай шыққан кезде. Осы жерден тоқтайық. Мен емес қой құдіретті деймін да, сен ғой құдіретті.
Біз деген жай құлмыз, біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Қолымыздан келсе неге баламызды жасап алмаймыз, неге ісімізді өндіріп алмаймыз? Біз жай пендеміз, біз жай құлмыз. Құдірет күштің барлығы сенде ғана. Осы жерден тоқтайық, менде ары қарай желание жоқ дедім. Сен өзің бірдеңе қылмасаң, білмеймін дедім. Ертесі күні жаңалық шықты ғой. Ертесі күні осындай хабар келді. Жаңағындай қуанып, тауға шығып кетіп қуандым деп. Барлық қиындықты ұмытып. Бәрі кәдімгідей сумен шайлағандай жоқ болды. Проблемаларым екінші күні бәрі шешіліп кетті. Былайша айтқан кезде жаңаша қадам басталды. Сосын әйеліме айттым, сен болды енді, уайымдама дедім. Сен уайымдама, енді бәрі дұрыс болады. Ролан мырза, 12 жыл уақыт бала күттіңіздер. Бала болмаса, білесіз енді, кейбір отбасылар мысалы ажырасып жатады, иә. Сондай бір ойлар болды ма? Негізінде мен ойлаймын, қазір енді бір өзімді бір үлгі қылмай қойайын. Енді адамның негізі мен ойлаймын, қазір жастарға көбірек осы айтылу керек деп ойлаймын. Адамның көкірек көзі, рухани деңгейін дамытатын нәрселер бізде көбірек айтылу керек деп ойлаймын. Яғни біздің идеологиямыз жақсару керек. Жаңағы бұрын енді мектепке барсақ, үлкеннің алдын кеспе, үлкен келсе жаңағы жол бер, орын бер деген сияқты дүниелердің барлығы былайша айтқан кезде адамның рухани деңгейін арттырады. Осы тәрбие, осы тәлімдер адам бойына бала кезден бастап сіңгеннен кейін адам осындай сәттерде кішкене мықты болады деп ойлаймын. Бір жағынан енді Құдайдың берген махаббаты шығар. Махаббат бар, одан кейін бір-бірімізге деген сенім, оның үстіне мені негізінде бұл ойларға ешқашан келмеген, негізінде ажырасу басқа деген сияқты. Себебі менің үмітім ешқашан өшкен жоқ. Мен өзім кез келген жетістігімді алып ойланып қараймын да кейде ше. Тіпті оқуға түсуім болсын, сахнаға шығуым болсын, кез келген жетістігіме мен немен жеттім деп бүйтіп анализ жасаймын да кейде. Өзім анализдің адаммын мен негізі. Четверка деймін наргиз. Анализ көп жасайтын адаммын. Сонда қарап отырсам менің қай жетістігім болсын, үлкені кішісі болсын, Құдайдан сұрау арқылы жеткен екенмін да. И солардың барлығы менің әрқашанда жолдан тайып кетпеуіме, осындай бір сынақтарда кішкене сәл өзімді ұстауға көмек берді деп айта аламын да. Себебі мына дұғаларымды қабыл алған Алла Тағала мынаны да қабыл ететінін білемін. Және оның құдіреті оған жететінін де білемін да. Сол үшін менде ешқашанда күмән болмаған. Тек 10 жылдан кейін айналамда біздің Қайраттың балалары бар, Ғабиттің балалары бар, мектепке барып жатыр, садикке барып жатыр. Солар бүйтіп қарадым да ойлана бастадым. Жасым 37-ге келді. Не болып бара жатыр өзі. Вроде адами факторға салатын болса қолымыздан келетін барлығын істеп жатыр. Бірақ бізде медициналық тұрғыда ешқандай мәселе болған жоқ. Тек нәсіп болған жоқ та былайша айтқанда ше. Сәті келмеді да. Ойладым, бірдеңе дұрыс жасамай жатырмын, не болып бара жатыр? Ойланайын. Жаңағындай деп ше, сөйтіп жақсылап кірісе бастадым, әрекетімді одан сайын арттыра бастадым. Сомен әйтеуір жеттік қой. Бірақ енді ажырасу деген ой болған жоқ. Ал тоқал туралы ше? Тоқал туралы ой балаң болса да болмаса да болады. Барды бар деп айту керек. Ер адам болғаннан кейін енді оны неге деп оны тағы дәлелдеп бермей қойын. Оны жалпы жаратылыста бар нәрсе ол. Жаратылыста бар нәрсе. Енді жылқылардың өзінің бір үйірі бар. Айғырлардан қай жеріміз екен деп тағы шығасың қазір. Бірақ әр нәрсенің өзінің жөні бар, жолы бар. Өзінің былайша айтқан кезде әдісі бар да. Соны ұстай алсаң, неге ол баласы бар адамға да, баласы жоқ адамға да ол әрбір еркектің санасында бар дүние ол. Оны бір жасырып, бір тіпті одан бір қорқып уайымдаудың да қажеті жоқ. Сіздің санаңызда, сіз қалай ойлайсыз? Мен былай ойлаймын. Шамаң жетсе ал. Шамаңа не жетеді? Шамаңа біріншіден дух жетеді. Ана проблема бәріне төзе алатын, және өзіңнің айтқан сөзіңе тұра алатын нақтылық керек та, табандылық керек біріншіден. Одан кейін сенің материалдық жағдайың ғой. Сен ол мысалы бала туылса, ол бала келешекте әйелдеріңнен балалар туылады, оның барлығына сен жауапты болуың керексің. Алған әйеліңнің бәріне жауапты болуың керексің. Барлығына басыңызда әділ түрде қарай алуың керексің. Осының бәріне тұрып бере алсаң, неге амалын келтіруге болады деп ойлаймын. Ондай кісілерді көріп жүрміз, достарым да бар. Бақытты ма ол адамдар? Тіпті қайнағаларым ішінде де бар ондай кісілер. Ағаларымыздың ішінде көп деген бар. Енді көріп жүрсіз сіз, Ролан мырза, қалай ойлайсыз? Дұрыс деп ойлайсыз ба енді? Бәрі көрініп тұрады ғой. Мысалы, біз айта беруіміз мүмкін неше түрлі жан-жақты пікірімізді. Бірақ дегенмен өмірде болып жатқан тоқал бар, ер азаматтарды көріп жүрсіз. Бәріне бірдей қарап, балаларын бөліп жармай, сондай қарым-қатынаста ма? Мен шыны керек тек қана сол бақытты болып жүргендерді ғана көріппін. Бақытсыздарды былай естіп қаламын. Ондай жағы да көп. Ол әйел деген былайша айтқан кезде біреудің аманаты ғой. Ол біреудің қызы. Әйел адамға сондай бір өте керемет үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Ол былайша айтқан кезде екі жақтың келісімі, екі жақтың былайша айтқан кезде болды деп қол алысып, бір-біріне уәдесі маңызды да. Оны алдап сулап алып, ол жағындай қалай осылай оны бір керек кезінде пайдаланып, олай жүру ол дұрыс емес ол.
ол былайша айтқан кезде шариғатпен қарасаң да қай жақпен қарасаң адамгершілікке де жатпайтын дүние да. Сіздің пікіріңізді білдік. Бірақ мен енді қазір мен ол былайша айтқан кезде тоқал мәселесіне мен қадам басайын деп отқан жоқпын, оны ойлап та жүрген жоқпын. Себебі менің оған рухани деңгейім де, шамам да, басқам да жете бермейді, энергиям да, күшім де жетпейді да. Дәл қазір. Бірақ енді ол кім армандамайды, былайша айтқан кезде арманды бәрі армандай береді ғой. Ол бәрінің қиялында бар нәрсе. Бірақ іс жүзіне келген кезде ол жерге батырлар ғана жүреді ол жылда. Сіздің пікіріңізді білдік. Енді 12 жыл сәбиді күттіңіздер, сәбилі болдыңыздар. Сол 12 жылда мен сіздің келіншегіңіздің батылдығына бір қайран қаламын. Келіншегіңіз туралы сұрайыншы. Қай жақтың тумасы, қалай таныстыңыздар? Өнер адамы шығар мүмкін. Біздің негізінде, мен қайын жұртым негізінде Өзбекстанның қазақтары. Негізінде, бірақ әйелім осы Алматыда өскен ғой. Осы жақта кішкентай кезінен оқып, осы жақта өскен. Осы Алматыда таныстық. Шыны керек, мен енді әйелімді Құдайдан сұрап алдым деп айтайыншы. Жаңа айтып жатырмын ғой. Әрбір жетістігімді әрқашан всегда Алла тағаладан сұрап аламын өзімше. Сондай бір қиын сәттер болды сол кезде де, үйленетін кезде. Сөйтіп Алла тағалаға айттым, Құдай берсең, мүмкін мен лайық емес шығармын. Бір керемет, бір аруға, керемет, бір иманды, ибалы, сұлу бір қызға мен лайық емес шығармын. Себебі әркім өз күнәсін, өзінің қателігін біледі ғой. Қай жерде жақсы, қай жерде жаман екенін адам өз жан дүниесі өзі біледі. Мүмкін мен лайық емес шығармын, бірақ мен лайық емес болсам да маған керемет бір жан нәсіп етші деп сөйтіп Құдайдан сұрадым. Сонымен кездестік, таныстық, үйлендік. Былайша айтқанда әйеліме ризамын. Араларыңыз қанша жас? 5 жас. Арамыз 5 жас. Өнерде емес ол кісі, иә? Немен айналысады? Ол меломен тобында Ролан деген кісімен айналысады. Жоқ енді. Жақсы, қалай таныстыңыздар? Мен мамам намаз оқимын деді. Сөйтіп жарайды деп намазын бастап сөйтіп жүрді да, сонымен бір андай намазға киетін бір көйлектер алайыншы, осы бейелдер киеді ғой деп сөйтіп, жарайды деп. Мына жерде Текемет деген ресторан бар. Қайнағам рестораны қазір. Соның үстінде ылғи андай осындай намазға киетін діни киімдер сатылады. Сол жерге алып бардым. Сол жерде маған көйлек ала кіріп кетсе, жаңағы Таңшолпан жасыл шелегі бар қолында. Төбеден түскен сол магазинде істейді екен сатушы. Ох дедім да, бір жүрегіме сразу бірден жатқандай болды көңіліме. Тікелей барам ғой мен. Тікелей барам да сөйлесем ғой сразу. Атым Таңшолпан деді, бұрылып кетіп қалды. Сізді таныды ма? Кейін барып таныған екен, бірақ түрі таныс қой деп кеткен, кейін барып таныпты. Содан кейін де жабысқан шығар енді. Қазір Таңшолпан ханым көріп отырсаңыз сізге жалынды сәлем. Айтпақшы, кездесу YouTube арнасына міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Сөйтіп та сол жерде бір жұмыс істейтін ініміз бар, Тойлат деген аты. Сен осы жерде істейсің ба дейді. Ана қыз мені көрді дедім. Сол қыздың айтшы бар деді. Мен сұрап жатыр, телефон берші дедім. Берсінші дедім. Сөйтіп маған жазып жіберші дедім. Айттым, мен сұрап жатыр, жаңа сіздің атыңызды сұрапты ғой дедім. Жарайды деді. Бірақ жақсы ниетпен деп айт дедім. Жақсы ниетпен. Ойым жақсы, танысып көрейік деп айтты дедім. Сонымен жарайды деп телефон алып жіберді ғой. Сосын басталды ғой. Ары қарай уже біздің мужской неміз басталған. Былайынан көрсету, өзіңді былайынан көрсету. Көңілін жаулау, жүрегін жаулау. Сонымен бір жыл сөйлесіп жүріп үйлендік. Негізі ер азаматтар қызбен танысқан кезде енді көп әңгіме айтады ғой. Жаңағы мынандай дүнием бар, немесе мынандай бизнес бар, мына жерді көріп тұрсың ба, мына жер менікі деген сияқты. Ондай жігіттерді білем, бірақ енді ешкім жамандағым келмейді. Бірақ ол деген әлсіздіктен болатын нәрсе да. Өзіне сенімсіздіктен болатын нәрсе да. Түгі жоқ, дымы жоқ, әшейін жігіт өз-өзіне уверен болатын болса, сенімді болатын болса, ол кез келген модель болсын, қандай байдың қызы болсын, қандай сұлу болсын, қандай кербез болсын, ол өзінің сенімділігін білдіре алады. Былайша айтқан кезде, бұрын біздің аталарымыз, біздің бабаларымыз қандай болған? Әшейін біздің аталарымыздың сақалын көрген кезде, түрін көрген кезде, жүзін, қабағын көрген кезде, әйел адамдар тік қарай алмай қалатын болған ғой. Мыс та ол. Түсініп тұрсыз ба? Сол сияқты еркек адамда оның ақшасы қалтасында болса да болмаса да оның мына жеріндегі, жүрегіндегі, көкірегіндегі намысы, оның қасиеті бойында былайша айтқан кезде, оның рухы мықты кезде, ол әшейін барып бетіне өсіп сөйлеген кезде, оның аурасы бөлек болады, мысы басқа болады. Мен солай ойлаймын да. Сөйтіп қарата береді ол. Әсіресе қазіргі таңда менің ойымша уже қыздар тіпті ойлана бастады қазір. Наргиз, сізге сұрақ. Қыздар тіпті материалдық, бұрын материалына көп қарайтын. Ана көлігі болса, үйі болса, ертең мені асырайды ғой, бағады, қағады ғой, жаңағыдай маған киімімді әпереді, бүйтеді, сөйтеді деп ойлайтын да. Бірақ ондай еркектерге тиіп қаншама қыздар опық жетті да. Бар ғой? Болып жатыр ғой.
Содан кейін де уже қыздардың қазір былай сөйлесіп қалсаң, қыздар айтады, мен ең басты мені сыйласа, мені түсінсе, оның ештеңесі керек емес дейтін қаншама қыздар бар мысалы. Былайша айтқан кезде ол өзіне сенімді жігіт болса болды маған дейді. Дұрыс қой, ертең мысалы сен балаларың оның көлігіне ұқсамайды ғой, сол адам өзіне ұқсайды. Көлігі қандай қымбат болса да, ол деген маңызды емес. Бастысы бай жігіт болса, ақшасы маңызды емес дейсің ғой. ақшасы маңызды. Не қалжыңдап айтып отырмын. Негізі бас істесе, өзі ақша таба алатын болса, ол адаммен өмір сүре беруге ары қарай болатын сияқты. Ең басты түсінік болса, бір-бірін сыйлап тұрсақ болды ғой. Мен былай айтар едім, жауапкершілік дейді ғой. Адамда жауапкершілік болса, ең басты өзіне, өзінің қасындағы адамдарға жауапкершілігі болса, болды, ол жігіттердің бәрі шығады. Ол жігітке былайынан жармасу керек қой. Сөзінде тұра алу керек. Иә, ол қазір нанын өзі таба алса, өз күнін өзі көре алса, болды, ары қарай ол жігітке жабысу керек. Ол значит басқаларды да бағалады, отбасын да бағалады деген сөз ғой. Ол не имеет значения жаңағы несі, оның қанша табатыны, басқасы деген сияқты. Ең бастысы өзіне сенімді болса, болды деп ойлаймын мен. Ролан мырза, қазір енді жастардың арасында сәнге айналды ғой. Мен де сол сұрақты сізге қойып көрейінші. Ролан Хазірет күйеу ретінде red flag па әлде green flag па? Мен енді айтайыншы, мен пендемін. Менде екі жағы да бар. Күнәм да бар, дұрыс жағым да бар да. Бірақ ең басты санам дұрыс деп айта аламын да. Санам дұрыс. Мен мына жерде қателесіппін деп тез тәубама келе аламын. Мына жерде артық кетіппін деп деген сияқты өзім жолымды таба аламын да. Құдайға шүкір, ол Құдайдың несі ғой, бергені ғой. Енді отбасымда мен жаңағыдай green flag дедіңіз ба? Green flagпын ғой. Мен былай ойлаймын, гармония деген дүние бар да. Гармония деген бұл біздің ғаламның өзі гармониямен жүретін болса, керемет болады. Қалай ол? Әйел адам өз позициясын білсе, өзінің жолын, мақсатын, өмірдегі кім екенін білсе, еркек адам өзінің кім екенін білсе, мақсаты не, соны білсе, бірден отбасы болған кезде гармония пайда болады да. Әйел өзінің жолымен жүре береді ғой. Бітті, ол сонымен сүйкімді, ол сонымен қылықты, ол сонымен сұлу. Еркек адам өзінің позициясын білу керек. Жаңағындай әйелмен санасы оның деңгейіне түсіп, әйелдің жасайтын нәрселерін жасап, былайша өзін шатастырмау керек ше. Еркек өз позициясында жүру керек. Не екенін білетін шығарсыздар. Әйел адам өз позициясында жүрсе, болды, гармония болады. Біздің де енді семьямыздың, отбасымыздың тіл көзден сақтасын. Осылай аман есен келуімізде сол бір өз орындарымыз білгеннен шығар деп ойлаймын. Мен өз отбасымда Аллаға шүкір не табам, әрқашан отбасыммен бөлісемін, бәрін отбасыма қарай тасып отырамын. Қандай Құдай маған не береді, соның барлығын отбасыма беріп отырамын да. Үйдегі әйелім оның бәрін дұрыс ұқсатады, дұрыс жаратады. Жаңағындай әйел болғаннан кейін ол маған мынандай керек, сондай керек дейтін жерлері болады. Оны да орнымен жасай алады да. Соған ризамын, шыны керек. Бізде кездесуде соңғы рет деген Айдар бар. Так. Сол Айдарға кезек берейік. Қазір сізге бірнеше сұрақ қоямыз. Сол сұраққа тез, жылдам жауап беруіңіз керек. Тез, жылдам. Тез, жылдам. Кеттік. Ролан Хазірет соңғы рет қашан жылады? Балалы болғанда. Қуанғанда. Соңғы рет қашан өтірік айттыңыз? Бүгін өтірік айттым. Жаңа ғана. Жаңа ғана. Жаңа ғана емес. Green flagта өтірік айтқан жоқ. Пробкада келе жатырмын деп өтірік айттым. Бірақ шынымен пробкада келе жатырмын, бірақ сәл жарты сағат кешігіп қалдым сол үшін. Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Қалай? Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Қатты ұялдым. Мен есімде жоқ, ұятсыз екенмін ғой, Соңғы рет қашан өзіңізді шын бақытты сезіндіңіз? Кеше тойда бар ғой, бүкіл жаңағындай жақындарым, достарым, туыстарым келіп, сонда жаңа айттым ғой, бір шынайы ниетпен келген көрген кезде бір адамға өзімді керек екенмін ғой. Мен осы өмірде бір сәл болса да бір әйтеуір бір елдің алдында сүйкімділігім бар екен ғой деп ойлап ше, сөйтіп қуандым ше, бақытты сезіндім өзімді қатты. Қашан соңғы рет алданып қалдыңыз? Мен деген оңайшылыққа алданбаймын десең. Ол ана 4 болғаннан кейін ғой. Сұмдық анализ жасағышпын да. Бәленің бәрін көріп қоя беремін, түсініп қоя беремін да. Человек рентген деп атайды. Бәрін көріп тұрасыздар. Иә. Бәрін башыңызда любой ситуацияның адамның бәрін тоқ етерін біліп тұрамын да. Мысалы мен оңайшылыққа түсе қоймаймын, бірақ ақ көңілдігімен салынамын ғой. Мен көп ақ көңілді айтады. Ақ көңілдігімен алданып қаламын, бірақ кейін бар вуп деп артқа бір олып, мына жерде түсіп қалыппын ғой деп отырамын ше. Соңғы рет қашан қарызға ақша сұрадыңыз? Осыдан бір 5 күн бұрын бір бизнесімізге ақша керек болып қалды да. Сұрай қалдым. Қайтардыңыз ба? Алған жоқпын, бірақ басқаша шешіліп кетті. Қажет болмай қалды. Қашан соңғы рет ашуландыңыз?
бағана келатқан кезде неғып мен соңғы кезде уақытында жүрмей кеттім деп өз өзімді ұрыстым ше. Соңғы кезде шынымен де андай болып кетті. Или чуть-чуть мына пробканы есептей алмай қалып жүрмін ше. Расымен ше. Бұрынғы уақытпен шығам, вовремя баратын. Қазір міндетті түрде 15-20 минут жарты сағатқа кешігіп қалатын болжым. Ролан мырза, енді шығармашылыққа қайта оралсақ, осыдан қанша уақыт өтті? Бір 2017 жылдары шамамен Меломен тобынан Жігер Ауыпбаев кетті. Сол кезде бәрібір адамдар былай онша түсінбей қалған сияқты. Енді қазір біраз жыл өтті ғой. Қазір себебін айта аласыз ба? Жігер не үшін кетті топтан? Енді нақты себебін білмеймін, бірақ ойым жеке шығармашылығыма айналысы келген сияқты. Көбінесе. Андай түсініспеушілік деген ондай мәселе болған жоқ, иә? Түсініспеушіліктер ол бола береді командада. Ол түсініспеушіліктер. Команда содан тұрады ғой. Ол сен жұмыс барысында ұрысу, жұмыс барысында діттеген бір мақсатқа жету барысында сен бір-біріңе ұрысу, ол наоборот болу керек. Сол кезде жетістік болады да. Бәрі қандай бір по маслу гладкий кезде, ол кезде ол жетістік жоқ. Ондай түсініспеушілік ол топта болсын, ол бизнесте болсын, қай салада болсын бола береді. Қазір де бола ма сіздерде түсініспеушілік? Қазір де болады. Бірақ мен мысалы Қайрат пен Ғабитті, олар мені былайша айтқан кезде өзіміздің туған ағаларымыздан жақсы біліп алғанбыз ғой. Кімнің қандай екен, қай жерде. Мен мысалы Қайрат ашуланып тұрса, оны ашуына қарсы, ой неге деп шыға келмеймін да. Себебі одан толк жоқ екен білдік уже. Басында иә дейтінбіз. Жол бере қоясын, ол ашулы дейді да қояды. Яқтан Ғабит екеуміз үндемей қоя береміз. Былай ғой, солай ғой деп ше. Біздің жігіттердің барлығы ашуланса әділ түрде ашуланады деп ойлаймын. Себеппен да. Ол дұрыс нәрсе, ол қалыпты жағдай. Себебі адамды мінез жетістікке жеткізеді ғой. Бауыржан Момышұлы атамыз да айтқан. Мінезсіз ешқандай былайша жетістікте бір қадамда алдыға өзгерісте жоқ. Мінезбен жетеді адам. Жоқ, мен аны істеймін. Ол дұрыс болса да, дұрыс болмаса да оның қойып қойған планы дұрыс болсын болмасын. Жоқ, ол болады деген мінез ғой. Не істеп жатсың сен, мынауың бүйтсе сөйтсе, жоқ, осылай болады. Осындай мінез жеткізеді да. Енді Меломен тобы алғаш шыққан уақытта квартет болдыңыздар, одан кейін Жігер кетті, трио болдыңыздар. Бірақ енді квартет ретінде көріп қалған тыңдармандар бір ыңғайсыздау болған шығар. Мысалы, кейбір тыңдармандарға Жігердің кетіп қалғаны. Біздің тыңдарманымыз екіге бөлініп кетті ғой. Біреу Жігермен кетті, қалған бізбен қалды деген сияқты. Бізге қиын болды шыны керек ол кездерде. Себебі ұйып отқан айрандай керемет топ болып тұрды, ауызбіршілігіміз де керемет, бәрі жарасып тұрған, бірақ сондай сәт болды. Оған енді көп себептер бар біздің топтың бұзылуына. Өйткені қазақ болғаннан кейін енді тіл көз деген нәрсеге сенеміз ғой. Осындайдың да әсері болды. Оны көтере алмаған біз болдық. Мақсатымыздан да айнып кеттік. Біз кішкене халыққа пайдалы дүниелер жасайық деп жүрген едік. Бірақ ішімізден жаңағындай жұлдыздығымызда көтеріліп кеткен сәттер болды. Өйткені адамды қолпаштай берген, оған көңілді аудара беру, оны кез келген жерде сыйлай беру, әдемі тамақтарды алдыңа ұсына беру, кез келген жерде сені төрге шығара беру адамды бұзып жібереді негізінде. Біз сыртымыздан былай білінбесек те ішімізден біз сәл звездовать еткен кездеріміз болды деп ойлаймын. Бар деп айту керек. Сол Жігер кеткеннен кейін бір топ тарату, үшеуміз не істейміз деген сияқты дүниелер болған шығар. Болды, әрине. Жігердің орны бөлек топта. Қайсысы кетсе де, Ғабит кетсе де, Қайрат кетсе де, мен кетсем де халық іздеп тұрады. Төртеумізге үйреніп қалғаннан кейін әркімнің орны бар. Жігердің орны ойсырап қалды кәдімгідей. Бірақ енді кеше тойда бірге өлең айттық біздер. Жігердің концертінде де, біздің концертте де бірге ән айттық. Біз қосылған кезде атмосфера мүлдем басқаша өзгеретін байқап жатырмыз. Бір төртеу түгел болса төбедегі келеді деген сияқты бір мақалалардың бір сыры ашылатын сияқты төртеуміз бір кезде. Төртеуміз бірігіп те қалуымыз мүмкін. Мүмкін, бірақ мүмкін емес те болуы мүмкін, білмейміз. Жақсы. Оны енді алдағы уақытта міндетті түрде көреміз. Меломен тобының құрылғанына 20 жылдай уақыт болды. Бір топтың жалпы құрамы өзгерсе де, әлі енді жаңа тарап кеткен жоқ, әлі біргесіздер. Сол сіздерді ұстап тұрған не нәрсе? Қалай ойлайсыз? Бізді ұстап тұрған шынайылық, өнерге деген махаббат, өзіміздің Меломен тобына деген құрметіміз және халықтың сұранысы ғой. Халық біз Жігер кетіп қалса да үшеуміз қалсақ та бізді сұрайды әлі. Біздің өнерімізді күтеді, бізден жақсы туындылар күтеді. Кез келген жерде барғанда бір орнымыз ерекше болып тұрады. Бір керемет, бір кәдімгідей не болмасақ та, бірақ осының барлығы бізді байланыстырып отырады әрқашанда. Одан кейін енді біз жалпы өнер адамымыз ғой. Мен мысалы енді Қайратта, Ғабитте бізде арасында енді кәсіп жасап жүрміз, бірақ біз ол кәсіптің адамы емеспіз. Оған да бір 10 жылда тер төгу керек, уақыт керек, опыт жинау керек ше.
керемет бір кәсіпкер болып кете қойған жоқпыз. Өйткені мен байқадым, бұл қанша ақша жүріп жатса да, бірақ жүрегің өнер деп сайрап тұрады, ән айтқысы келіп тұрады, жүрегің сахнаға шыққысы келіп тұрады, халықпен бірге бүйтіп арқа жарқа болып ән айтып ортасында жүргің келіп тұрады. Ол біздің былайша айтқан кезде осы өмірдегі біздің жолымыз сол да. Осының барлығы бізді байланыстырады. Одан кейін мен мысалы өзім жеке әндер айтып жүрмін, Қайрат та жеке әндер айтып жүр. Бірақ мен ешқашан Меломен тобының жасағанын жасай алмайтыныма көзім жетеді. Меломен тобы менің былайша айтқан кезде жетістігім ғой. Енді жол туралы айтып жатсыз, иә, ауызбіршілік туралы айтып жатырсыз. Топ жүріп келді. 2017 жылы жігер кетті. Содан бері жүріп келе жатып, Ғабиттің отбасымен болған оқиғасы, келіншегінің берген сұхбаты, ол да бір Меломен тобына ауыр соққы болды. Көп адам бойкот жариялады Меломен тобына. Иә. Хейтті қалай қабылдадыңыздар? Қиын қабылдадық бірінші күні, екінші күні иммунитет үйрене бастады. Шыны керек, сол Ғабиттің жағдайынан кейін мен андай өзім негізі негативті қатты қабылдай алмаймын ше, ауыр тиеді маған. Халықтың неше түрлі айтып жаңағындай. Одан кейін айттым ғой, мен бір жолдары бір осы 6 жылдай қатты ауырдым, денсаулықтан проблема болды. Бірақ түсініксіз ауырдым да. Сол кезде де мен басқа өз-өзіме қатты психолог болып, өз-өзімді сол ситуациядан алып шықтым да. Алып шықтым. Және кез келген ақпаратты мен дұрыс қабылдап, дұрыс шешетін болдым да ойымда. Қазір қандай хейт айтылса да, андай ғой, ер жігіттің басына жаңағындай неге етпейді дейді, ер жігіттің мойнында қыл арқан шірімейді деген сөздердің мағынасы осы екен. Ер адам болғаннан кейін басыңа түрлі жағдайлар болады, түрлі сәттерге түсе бересің, бірақ сен соны қалай қабылдап, қалай шығарып саласың, мәселе осы жерде. Сол үшін Ғабиттің басындағы жағдай Ғабитке де қиын болды, бізге де қиын болды, бірақ дегенмен не көп енді кімді бұл өмірде айтпай жатыр. Бірақ ақиқатында ол мысалы Ғабиттің басындағы болған жағдай ол айтылғандай емес та, оны біз білеміз. Ол тіпті солай бір кәдімгідей дүрбелең салатындай емес. Бір абьюзер көріп, оны жаңағыдай тиран көріп, ондай болған емес. Ол мысалы кез келген отбасында болып жатқан жағдай. Мен айтпаймын бұл жерде тіпті жаңағыдай төбелесу керек, әйелді ұру керек деген нәрсені қолдауым емес, Құдай сақтасын. Қиыла ертең басқасы салынып кетіп жүрмесін. Әйелді ешқашан ұруға болмайды. Қыз баласын ешқашан ренжітуге болмайды. Бірақ отбасы болғаннан кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Біз осы қазақи қағидаларымызды жоғалтып алғаннан кейін осындай жағдайға түсіп кетіп жатырмыз негізінде ше. Қазақи. Біздің қазақтарда жаңа біреулер айтып отыр ғой, сонда не әйелді құл қылып ұстау керек па, әйелді бүйту керек па, сөйту керек па? Жоқ, оның барлығы ол отбасының бақыты үшін істеліп жатқан дүние ғой. Позитивно ойлауымыз керек та. Қазақ ешқашан сен оны бүйтіп ұста, сөйтіп ұста деп айтпаған. Бұл біздің сәл кішкене білім алуымызды талап ететін дүние да. Бізге не нәрсе әсер етіп тұр, жалпы отбасының шайқалуына не әсер етіп тұр? Тек осы әйелім ғана ма? Жоқ әлде күйеуім ғана ма? Неге? Мүмкін қоғам әсер етіп тұрған шығар. Мүмкін менің күнде интернетте көріп, ана біреудің балқып, шалқып жүрген көргенім мені аздырып, тоздырып, мені азғырып жатқан шығар. Сол үшін мен соның кесірінен күйеуіме қанағатсыз болып жатқан шығармын. Одан соны талап етіп жатқан шығармын деп біз ойланбаймыз. Бізге мысалы сыртқы қоғам, сыртқы факторлар, елдің айтып жатқанынан қазір психологияның түр-түрі кіріп жатқаны, психология көп отбасын ойран қылып жіберіп жатқаны, осы нәрсені біз ажырата алмай жатырмыз да. Біз оны күйеуімізден көріп жатырмыз, или күйеу әйелінен көріп жатыр да. Неге психологияны жау көреміз біз? Психологиямен жау көріп жатқан жоқпын. Психологияны біз қалай қабылдап жатырмыз. Және ол қандай ақпарат болып кіріп жатыр. Біздің қазақтың мәдениетіне, менталитетіне келетіні бар, келмейтіні бар ол жерде. Ол жерде психологияның барлығы дұрыс деген нәрсе жоқ. Мен өзім психология оқыған адаммын. Джо Диспенза, Джон Кехоның подсознание может все, подсознание сила дегендерін бәрін оқып, оны зерттеп, зерделеп, бүйтіп жауып қойғам да. Оның жұмыс істейтін жері бар, жұмыс істемейтін жері бар ғой. Біз соны ажырата алмаймыз. Бізге қазір андай ғой, біздің қоғам кішкене эмоциялық қоғам болып тұр да. Дін келсе бәрі жаппай дінге кіріп кетеді. Бір әдемі көлік мода болса бәрі соны алып кетеді. iPhone мода болса оның қалтасы көтерсе де көтермесе студенттеріне сен iPhone-ды алып алады. Біз осындай эмоциональный қоғамда өмір сүріп жатырмыз қазір. Барлығы эмоция бізде. Эмоциямызды біз тежей алмаймыз. Расымен мына зат маған керек пе, керек емес пе? Не үшін керек? Может, Жандәурен телефон күшті 17 алып алыпты, мен де сол үшін алған шығар, может. Или маған действительно керек па деген ойланбаймыз да біз. Бәрі ана істеп кетті, мынандай істеп кетті, мен де соны істеуім керек. Тренд дейміз да. Бір күн көзімізді ашып қалсақ, тренд болып жатамыз ғой. Ал ендеше трендпен жалғастырайық кездесуді. Бізде кездесуде TikTok тренд деген Айдар бар. TikTokта болып жатқан трендті сізден ойнап көреміз. Бүгін ол норм стрём. Яғни білесіз, бірнеше сұрақ қоямыз, норм стрём деп жауап бересіз. Трендте болу үшін хайп жасау. Стрём. Трендте болу үшін хайп жасау. Хайптың түр-түрі бар шығар, мен мына хайп деп айтамын. Мысалы, өзіңді бір өліп қалды деп, больницаға түстім деп бірдеңке жасау, ол нормальный нәрсе емес.
негатив шақыратын тренд болса ненормально, стрёмно. Егер позитивный болса болады ғой істеуге. Әріптесіңе ғашық бол. Әріптесіңе ғашық болу норма. Сүйіктің телефонын тексеру. Егер сенімсіз болсаң, жалпы дұрыс емес негізінде, стрёмно. Сіз тексермейсіз, иә? Жоқ. Сіздікін де тексеру Жоқ. телефоныңызды. Жақсы. Жанкүйерлеріңізді жоғалтып алмас үшін отбасылы екеніңізді жасыру. Норма. Ол шоу-бизнесте бар әдістер. Бірақ сіз жарыңызды көрсетесіз Инстаграмнан. Сіздер де тренд түсіресіздер ғой? Иә. Көрдім. Жарымды бәрі көріп отыр, иә, айта беремін. Әр нәрсе уақытымен деп ойлаймын. Енді басында енді ол кейде мысалы продюсерлік орталықта жүрген кезде ол мысалы оның бәріне рұқсат бермейді. Талап сондай, Талап келісім сондай. шарт. Келісім шарт сондай, иә. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса, норм, стрём? Мен үшін стрёмно. Үйде тамақ пісіру, ер адамның. Арасында норма. Балаға қарау, жаялығын ауыстыру, түнде жаңағы оянып кеткен кезде барып жұбату, норм, стрём? Норм. Не то, что норм, супер ғой. Ләззат қой. Ендеше бізге де жұғысты болсын. Осымен норм стрём TikTok тренд айдары аяқталды. Кездесу YouTube арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Елестетіп көрейікші. 5 жылдан кейін Ролан Қазіретті бүкіл Қазақстан талқылап жатыр. Қандай себеппен талқылаған қалайсыз? Жақсы деген жақсы ғой. Жаман деген жаман. Жаман ол жаман. Жақсы деген ол әрқашан жақсы ғой. Себебі жаманмен өтсең ол ертең жаман қала береді артыңда. Жақсымен өтсең ол жақсы болып кете бересің. Сосын мені 5 жылдан кейін жақсы жағынан талқылайды. Құдай қаласа. Жақсы жағынан керемет бір былайша айтқан кезде қырларымды көрсете бастайды. Керемет қырларымды көрсетемін 5 жылда. Көресіздер. Жақсы. Ендеше 5 жылдан кейін дәл осы сұхбатты Ролан мырза қарап отырсақ, қырыңызды көрсете алдыңыз ба? 5 жыл өтті. Деп сұраймын. Сізге жалын сәлем. Ролан мырза, Мақсат, рахмет, танисыз ғой, Иә, иә? иә. Осында келіп, осы жерде сұхбат берген сол кезде Мақсат мырза жалпы шоу-бизнестегі жасандылықтан жеркенемін деп айтып еді. Сіздің ойыңызша, шоу-бизнесте достық бар ма? Бар. Шоу-бизнесте достық бар. Мен шыны керек көп адамдармен араласам ше, ол адам әртүрлі қызметте, бизнесте де бар, госслужбада да бар. Бірақ барлығын естіп отырасың ғой. Мен айттым анализдің адамымын деп ше. Естіп отырам да түрлі сұмдық жағдайларды естимін. Бірақ біздің өнер адамдары шоу-бизнесте жарайды бір кер тартпалық, бір-біріне жаңағыдай жасандылық жасап, мүмкін көре алмастық жасаса да, өнер адамдарын мен өте қатты жоғары бағалаймын. Ерекше бір нетіп атқаным емес. Кез келген қоғамдық проблемаларға бірден араласады, жүрегі жұмсақ. Бірден ат салсады, қолында несі бар, барын беруге тырысады. Мен өзімнің қаншама әріптестерімді білем. Өнер адамдарының жүрегі жұмсақ және кез келген қуанышқа қуана алады, мұңайған жерде мұңая алады да. Былайша айтқан кезде кез келген адамның жүрегін жұбата алады. Одан кейін ол мысалы енді бір-бірін көре алмастық, жаңағы шалыс жасау, бірдеңке жасандылық болса да, жеме-жем келген кезде ешқандай жамандығы жоқ өнер адамның ше. Жақсылығы көп. Ал енді басқа салаларда, мен көріп жүрген басқа салаларда Құдай сақтасын. Ол жерде өнер адамы жүре алмайды. Ол жерде неше түрлі жеркеніш жағдайлар бар да. Сол үшін мен басында мен де сөйтіп ойлайтынмын, жаңағы Мақсаттың ойында болған менде ше. Жасанды бізде анау мынау сондай деп, өйткені мен тек сол салада ғана жүргеннен кейін сыртқа шығып көрмегеннен кейін сыртты көрген жоқпын. Ал сыртқа шығып көргеннен кейін мен түсіндім, мен шынымен өнердегі адамдарды бағалай бастадым. Ол өнер адамдарын бізде халықта мынандай кішкене түсінік бар, ой, бәленбай ақшаға барып ән айтады екен, ақшасы көп олардың балқып шалқып отыр. Жоқ, ол бір определенный адамдарда ғана бір, и то ол бұл өнер деген бір керемет кәсіп емес, өнердегілердің бәрі бай деген сөз емес. Әйтеуір Құдайға шүкір отбасына жетеді, өзіне жетеді. Әйтеуір бір орта деңгейден жақсырақ өмір сүруі мүмкін. Бірақ керемет бір бай деген сөз емес. Бірақ қолындағысын мен қаншама өнердегі әріптестерімді көремін, бәрі жомарт. Көбісі жомарт. Кімде қандай жағдай болса, бірінші болып ақша сала қоятын солар. Кеше мысалы Димашты да көрдіңіздер ғой? Мысалы су тасқыны болған жағдайда оның жетіп тұрған шамасы қанша 300 миллион аударды да мысалы. Қандай риза болдық бірден. Сол сияқты мысалы спортта жүрген, өнерде жүрген мен азаматтардың барлығын тек қана жақсы жағынан білем. Ешқашан аянған емес. Қазір Ролан Қазіреттің сүйікті тобын анықтаймыз. Тобын? Иә. Әншілерден топ ба? Біз айтамыз, сіз соның арасынан таңдау керексіз. Ал ендеше бастайық. Альфа әлде Белучи? Белучи. Белучи тобы ма әлде 91 ба? 91. 91 ба әлде Ика? Ирина Кайратовна. 91. 91 ба әлде Алашұлы ма? Алашұлы деймін. Алашұлы тобы ма әлде Ринго тобы ма? Ринго ренжімесін, Алашұлы.
Алашұлы тобы ма, әлде Орда тобы ма? Орда тобы. Орда тобы ма, әлде Үркер? Орда тобы. Орда тобы ма, әлде Музарт па? Музарт. Мынау енді кішкене қиындау. Музарт тобы ма, әлде Меломен тобы? Меломен тобы. Тамаша. Ендеше Ролан мырзаның сүйікті тобы Меломен тобы. Ролан мырза, көп-көп рахмет, сізге шығармашылық табыс тілейміз. Жақсы жаңалықтарыңыз айтып бөлістіңіз, тағы да балапанның бауы берік болсын. Рахмет. Енді кездесуде соңғы айдар. Ашық микрофон деп аталады. Сізге Микрофон қайда? бердік деп елестетейік. Былай сөйлейін ба? Қазір камераға қарап, кез келген адамға айта алмай жүрген немесе айтқыңыз келетін дүниені айтсаңыз болады. Әке шешеме айтайыншы. Жақсы. Ата-анасына айтамын. Мен әке шешеме сен деп үйреніп қалғам. Сен деп айта берейінші, жасанды болмай қойсын. Эфирде сіз деп. Маған сен деген нәрсе маған жақындықты білдіреді, шынайылықты білдіреді, шыны керек ше. Біреулер түсінбейді оны, қалай сіз деу керек қой деп, жарайды, оны да түсінемін. Бірақ мен солай өсіп қалғам енді. Әке, мен сені жақсы көремін, менің тұлғамсың. Анашым жақсы көремін. Қазір мен бірге тұрамын ғой әке шешеммен ше. Әке шешеммен бірге тұрамын. Қандай керемет бақыттымын мен ше, Аллаға шүкір ше. Әке шешем жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Мен өзіме андай серт бердім. Алла тағала ұзағынан қылсын, Алла тағала соған берекесін берсін. Ендігі қалған өмірімде енді әке шешемді қасыма алдырдым ғой ауылдан, көшіріп алдым. Енді ол кісілердің қызметінде боламын мен деп ше. Болды. Әке шешеме арнадым өзімді деді. Тамаша. Бірақ ол жертва состояниесінде емес, тоже жаңағы орнымен ғой. Үйлесімді. Иә. Әке шешеңіз қалай көшті ауылдан? Алакөлден. Көшіру қиын ғой. Алакөлден көшті ғой, иә? Алакөлден көшті, бірақ енді екеуі ғана қалды енді шыны керек. Екеуі ғана қалды. Онда коронавирустың кезі ғой. Үйден шықпай қалды, бәрі қорқыныш, ойбай. Сонымен папамыз андай балам алып кетші болды. Оған дейін көшпей жүрген, жалғыз қалдық деді. Соны тасыр-тұсыр тез-тез үйді ұйымдастырып, мына квартирамызды сатып, басқа үй алып, үлкен жаңағыдай жер үй алып, сонымен соған көшіп кеттік. Коронавирустың бір плюсы дейсіз. Негізі қанша ағайынсыздар? 3 ағайындымыз, алдында 2 ағам бар, 2 жеңгем бар, бала шағасы бар, бәрінің. Сіз үйдің кенжесісіз. Мен үйдің кенжесімін. Қара шаңырақ ұстау керек болды. Біз анау көбінесе біз қазақ бүйтуіміз керек, бізде қазақта бүйтіп айтқан, сөйтіп айтқан деп біз бәрін шаблон түрде айтамыз ше. Әшейін тілдегі әңгімеде. Бірақ амалда бізде аз болып жатыр, іс жүзінде. Ол да қара шаңыраққа тұтқау болуда, ол да бір біздің неміз ғой. Басқа ұлтта бар ма? Нәрсе жоқ сияқты менің ойымша. Біздің ұлтта бар ол кенже бала қара шаңыраққа қарайды. Иә, ол құндылық, үлкен құндылық. Ол біздің екі өмірдің де бақыты ғой, былайша айтқанда ата-ананың ризашылығын алдың, болды. Құдайдың ризашылығын алдың деген сөз. Сол үшін үйдің кенжесі мен болғаннан кейін әке шешем қасымда, Аллаға шүкір. Ата-анаңыз аман болсын, балапандарыңыз көп болсын. Армандар орындалсын. Айтпақшы, 2 жылдан кейін қателеспесем, Меломен тобына 20 жыл болады. Иә. Сол 20 жылдық концерт болсын үлкен. Сол концертте кездескенше. Рахмет сұхбат үшін. Рахмет. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған Меломен тобының әншісі Ролан Хазірет. Кездесуде кездескенше.